Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай дәмі өте керемет болып шығатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жуып дайындалған картоптарымызды маринадтап аламыз. Ең алдымен тұз және кинзаның ұнтағы және қалауыңыз бойынша паприка қоссаңыз болады. Және осылардың барлығын жақсылап араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетіңіз және қоңырауша белгісін басып, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіз. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне, дайын болды. Біздің картопымыз дайын болғанша, жаңағы приправалары сіңгенше, осылай етімізді, пиязымызды үлкен бөліктерге бөліп, турап дайындап аламыз. Келесі кезекте қызып тұрған майда картопымыздың екі жағы қызарғанша әдемілеп қуырып аламыз. Майды кішкене көбірек құйыңыздар, сонда жақсы қуырылатын болады. Қатты отта қуырып ала беріңіздер. Картопымыздың пісуі міндетті емес. Екі жағына жақсылап қызартып алсаңыздар болды. Міне, келесі кезек екінші жағын аударып шығамыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі алтын түске енді. Келесі кезекте жаңағы осы картопты қуырған майымыздың екі ошауын қазанымызға құйып, оны да қыздырып, етімізді де қызартып, әдемілеп қуырып алатын боламыз. Етті қуырып жатқан кезімізде осылай кішкене суы бөлінеді. Осы суы тартылғанша жақсылап қуырамыз. Міне, келесі кезекте үстінен пиязымызды салып, 1-2 минутқа жақсылап қуырып, бетін жауып, дымдап қуырып аламыз. Кішкене зира сеуіп жібереміз осылай. Және де үстінен картопымызды салып, астын жай отқа қойып, 1-1,5 сағатқа жай отта демдеп қоятын боламыз. Міне, осымен біздің асымыз дайын. Қалауыңыз бойынша дастарханға тартсаңыздар болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай картопымыздың түсі де әдемі керемет болып шықты. Және де езілмеген, дана күйінде шыққан. Міне, сіздер де осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Міне, осымен біздің асымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.
Видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.